стресс гормоны кортизол туралы не білеміз? Жалпы кортизол организмде көбейген жағдайда, мысалы адам ашуланып қатты стресске түсіп көбейген жағдайда адамның иммунитеті түседі. Мысалы ол бірінші очередь кортизол неге әсер етеді? Т клеткаларына әсер етеді. Жалпы адамның иммундық жүйесінде өте маңызды клеткалардың бірі осы Т клеткалары. Т клеткасының атқаратын екі қызметі бар. Ең бірінші қызметі ол әрине организмге енген вирустарға, жалпы инфекцияларға қарсы тұру қабілеті, соларды жою қабілеті. Ал екіншісі оның құрамында, Т клеткасының құрамында жалпы ісіктерге қарсы күресетін ерекше зат болады. Ал енді осы организмде кортизол артып кеткен жағдайда, адам қатты күйзеліске ұшыраған жағдайда адамның иммундық жүйесі бірте-бірте түсе береді. Әсіресе именно осы Т клеткасының жұмысына кері әсер етеді. Адамдар жалпы зерттеп қараған кезінде, мысалы аурудың алдында, вирустың алдында 70-80% адамдар белгілі бір күйзеліс үстінде болады. Нәтижесінде осы вирустық басқа да ауруларды жұқтыру көрсеткіші, жұқтыру қабілеті өте жоғары болады. Сол үшін де күйзелістен, жалпы жағдайлардан алшақ болыңыздар.